Баршаңызға сәлем, құрметті көрермендер. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте жұмсақ, дәмі тіл үйіретін тәтті пончиктің рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріп, маған тіркеліп отыруды ұмытпаңыздар. Осындай 300 мл жақсы жылыған сүтімізге 1 ас қасық дрож, 2 ас қасық шекер қосып жақсылап араластырамыз. Қантымыз ерігенше осылай араластырамыз. Сосын үстіне жарты шай қасық тұз, 2 жұмыртқаның сарысын қосып, тағы да араластырамыз. Жұмыртқаның ағын қоспаймыз, тек қана сарысын қосамыз. Себебі жұмыртқаның ағы қамырды қатайтып жібереді. Тек қана сарысын қоссаңыздар, қамырларыңыз жұмсақ, әдемі болып шығады. 500 грамм електен өткен ұнымызға 1 пакетик ванилин себеміз. Елу грамм сары май ерітілген. Және ашытқы қосылған сүтімізді құямыз. Қасықпен жақсылап араластырып аламыз бірінші. Осылай ыңғайлы болады. Сосын қолмен илейміз. Қамырымыз орташа жұмсақтықта болу керек, қатты болмау керек. Осылай міне жұмсақ қамыр илейміз. Бетін осылай ас қағазымен жауып, жылы жерге қоямыз. Жарты сағатқа қойсақ жеткілікті. Міне қамырымыз осындай әдемі болып ашып шықты. Қолымызбен жайлап, ауасын шығарамыз, осылай созғылап отырып. Осындай бөліктерге бөлеміз. Осы дайын қамырымыздан 18-19 осындай кішкентай колобоктар шығады. Бәрін осылай дайындап алып, бетін жауып, осылай 30 минутқа қалдырамыз. 30 минуттан кейін алып, қолымызды жайлап, ұнға батыра отырып, саусағымыздың ұшын қамырымызды шетінен алып, саусаққа орап, домалақтап, осындай пончиктер жасаймыз.
Осылай бәрін жасап болған соң бетін жауып осылай тағы да 10 минутқа қалдырамыз. Сосын орташа отта пісіріп аламыз. Отымыз қатты қызбау керек. От қатты қызса, пончиктердің сырты тез пісіп кетеді де ортасы шикі болып қалады. Сол үшін осындай орташа отта пісіреміз. Иістері сондай әдемі болып шығып жатыр. Ешқандай майды сорып алмайды өзіне. Шетінен алып, салфетка төселген ыдысымызға саламыз. Міне бәрі осылай пісіп шықты, әдемі болып, үстіне қант ұнтағын сеуіп қоямыз. Менімен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Шайларыңыз дәмді болсын. Келесі жүздескенше сау болыңыздар.